Баршаларыңызға сәлем, сіздермен бірге Даму KZ арнасы. Бүгін сіздерге оқушылардың БЖБ, ТЖБ талдауын күнделік KZ-тен қалай көруге болатынын көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып өтуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен өзіміздің күнделік KZ-імізға кіреміз, одан кейін мектеп бөліміндегі есепке кіріп, үлгерім деген жерде БЖБ және ТЖБ талдауы деген бөлікті таңдайсыздар. Одан кейін жылы таңдалып тұрады, одан кейін сіздер өздеріңіз 90-ды таңдау қажет болады. Одан кейін пәнді таңдаңыз деген жерде өзіңіз, мысалы математиканы таңдайтын болсаңыздар, екеу немесе үшеу кездесуі мүмкін. Осы жерде өзіңізге қажеттісін таңдап, сыныпты іздеп көресіздер. Менде 4-ші В сыныбы дәл қазір мен іздеп жатырмын. Одан кейін астына түсіп қарасаңыздар, 4-ші В сыныбы деген тұр. Одан кейін обновление болғаннан кейін есепті құрастыру батырмасын басасыздар. Сіздерге осындай дайын БЖБ, ТЖБ-ның талдауы шығатын болады. Енді басқа пәнге кіріп көреміз. Бұл жерде қазақ тілін таңдап көремін. Ішіне кіріп сыныпты таңдаймын. Одан кейін барлығын қарап шыққаннан кейін, егер жоқ болатын болса, басқа бір қазақ тілі деп жазылған бөлікті таңдап ішіне кіретін боласыздар. Одан кейін өзіңіздің сыныпты таңдап қарап көресіздер. Егер бар болса, өзіңіздің сыныбыңызды таңдайсыз. Мысалы, менікі 4-ші В сынып астыңғы бөлігіне қазір түсетін боламын. Іздеп көреміз. Одан кейін табылып жатқан жағдайда сол 4-ші В-ны таңдайсыз. Мінекей менікі табылды. Енді осы жерде қайтадан обновление жүргіземіз. Сосын есепті құрастыру бөлігін басамыз. Мінекей сіздерге қазақ тілінің БЖБ және ТЖБ талдауы шықты. Енді осыны сіздер өздеріңіздің Word форматына барлығын көшіріп аласыздар. Бұл сіздерге қағазда есептеп отырғанға қарағанда осылай барлығын автоматты түрде шығарған өте ыңғайлы, жұмысыңыздың барлығын жеңілдетіп, БЖБ және ТЖБ нәтижелерін оңай шығарып алуға болады. Видео сіздерге пайдалы болған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып өтіңіздер.